Саламатсыз ба? Мен сізге тоқ ішектің көлденең бөлігінің манипуляциясын білдіремін. Тіземін көріңіз. Асқазанның төменгі шекарасын анықтаудың перкуссия әдісін қолдану арқылы сентер тәрізді облысының астынан бастап кіндікке қарай жай перкуссиялап, кіндіктен 4 см жоғары деңгейден тапты. Асқазанның төменгі шекарасынан 2 см төмен, іштің тік бұлшықеттің сыртқы қырына екі қолдың төрт саусақтарын біріктіріп, бір сызық бойымен билатералды орналастырылды. Саусақтардың алдына қарай кері қатпарын жасады. Пациенттің ішпен демалуын сұрап, әр дем шығарған сайын 3-4 саусақтарды ішке қарай терең енгізіп отырды. Саусақтарды жоғары және төменге бағыттап, пальпация жасады. Көлденең тоқ ішектің терең пальпациясына сипаттама берді. Көлденең тоқ ішектің пішіні цилиндр тәрізді, диаметрі 4 см, жылжымалы 1 см, беті тегіс, консистенциясы жұмсақ, құрылыс жұмысы және ауысымсыз. Курвазия симптомының тік бұлшықеттің оң жақ қыры мен қабырға доғасының қиылысқан жерінде өт қабының пальпациялануы, оң немесе теріс мәнді екендігін анықтады. Курвазия симптомы теріс мәнді. Мёрфи симптомының өт қапшығының проекциясында пальпация жасау әрекетінде ауырсыну, оң немесе теріс мәнді екендігін анықтады. Мёрфи теріс мәнді. Кер нүктесі өт қабы проекциясының пальпацияланғанда ауырсынуы, оң немесе теріс мәнді екендігін анықтады. Кер симптомы теріс мәнді. Мюсси-Герцберг симптомы оң жақ бұғана емізгіше бұлшықетінің аяқшаларының арасында аймақты басқанда ауырсыну, оң немесе теріс мәнді екендігін анықтады. Мюсси-Герцберг симптомы теріс мәнді. Ортнер симптомының қолымыздың қырымен оң жақ қабырға доғасына жай күшпен бұрғылағанда ауырсынуы, оң немесе теріс мәнді екендігін анықтады. Ортнер симптомы теріс мәнді. Василенко симптомы оң жақ қабырға доғасында орташа күшпен соққылағанда, тыныс шығаруға қарағанда тыныс алу кезінде ауырсыну күштірек болуы, оң немесе теріс мәнді екендігін анықтады. Симптом теріс мәнді.